Бастауын алды және дәл қазір біз ойлаймыз бұл U10 емес, бірақ кедергі келтіруі мүмкін бір дүние. Бұл ауа райы. Матч дәл қазір 16:00. Айбалаңына қарай допты жеткізу қиындау болып тұр. Енді бірақ кірді қақпа маңына қарай. Жақсы пас еді және Елімайдың бұл ұзағы уақыттан бергі алғашқы қауіпті шабуылы деп айта кетуіміз керек. Нұрбол Төлеуғалиев қапталдан керемет ашылды және қорғаушылардың қысымына қарамастан қақпаның маңына берді. Семейлік команда шабуылда қақпаға соққы қажет. Жақын бұрышқа доппағанаға тиді. Қырғыш алында офсайд тіркелген екен. Оның алдында бірақ команда жеңіске бір қадам жасар еді. Егор Куликов соққы жасады, жақын бұрышты өзде. Қазір Елімайдың шабуылын көрейік. Оңға жақсы пас келді Айбалаңына. Енді соққы! Қожап! Екінші таймды Семейлік команда тамаша бастады. Паста негізі дер кезінде болды, тек соққы ойдағыдай шыққан жоқ. Диас Сүлейменов дер кезінде пас берген еді, ал бұл тұста Нұрасыл Әлімбаевқа қарсы. Бірден Айбалаңына қарай шығарып берді, тамаша пас және соққы! Қиыс кетті доп! Қалай қиыс кетті? Қандай керемет мүмкіндік еді. Әсемхан Насырған пас тура Батыровтың аяғынан табылды және Батыров та бәрін дұрыс жасады. Қорғаушыны алды емес, екі керемет мүмкіндік болды. Қақпа маңына жақсы пас, енді міне Жетісудың мүмкіндігі болған. Бүгін бір кешінде бір емес 3 гол соғылатындай шабуыл ұйымдастырды командалар. Жүкен доп керек, бірақ допты маңыздысы Жетісу футболшылары өзіне сақтап қалды. Алыстан соққан. Қауіпті болды Маңдайшаның сәл футболшысы. Алан Қаршыға. Матчқа тыңнан қосылған футболшы. Қосалқы құрамдағы ойыншыларға да тоқтала кетейік. Жақсы пас асырып берді. Әлібек Жүкен. Бүгін Жетісуда гол соғуы мүмкін бір футболшыны айт десеңіз, осы Жүкенді айтуға болады. Жүкен ұрымтал сәттен соққы жасап гол соқты. Әлібек Жүкен есеп 1-0. 81-ші минут. Жетісу Әлібек Жүкен бұл дәл соққының авторы. Ыңғайсыздау, қиындау позициядан тепті және Әлихан Темірхан командасын құтқара алмады. Міне Жетісудың 18-ші нөмірі. Алыс бұрышты дәл көздеді. 1-0 Жетісу осы маусымдағы алғашқы жеңісін тіркеуі әбден мүмкін. Әлібекке бұған дейін бас төреші қосал құрамда қалды. Тағы бір сарғағаз көрсетіледі. Дүйсен Жетісу сапында. Қазіргі жағдайда 3-ші орынға қайта түсіп қалды. Қызылжар еншісінде 5 ұпай бар. Жетісуда 4 ұпай. Елімайды қуып жетті. Ой, қазір рахат. Қарсыластың Айбалаңында ешбір футболшы жоқ Жетісудан. Соққы жасалды. Тосқауылға тиді. Сонымен кездесуді тамамдауға болады. Жетісу маусымдағы алғашқы жеңіс.